Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет творожный пирог дайындайтын боламыз. Дәмі өте дәмді, көп затты қажет етпейтін. Бізге керекті заттар: сармайға ұнды разрыхитель араластырып осылай қолымызбен езгілеп аламыз. Жұмыртқаға шекерді салып араластырып аламыз. Содан кейін жұмыртқа мен шекерді жаңағы ұнымызға салып қамыр илеп аламыз. Содан кейін начинкасына творогты және бір жұмыртқаны және шекерді, азғана қаймақты салып, кәдімгі вилкамен араластырамыз. Блендер болса блендермен, немесе жай вилкамен араластыруға да болады. Сосын жаңағы қамырымызды 24 диаметр формаға салып, осылай начинкасын салып жайып аламыз. Барлығын біркелкі етіп, қамырымызды қолмен немесе оқтаумен жаюға да болады. Содан кейін азғана қамырымызды алып қойып, оны осылай бетіне әдемілеу үшін істеуге болады. Одан кейін барлығын осылай істеп болғаннан кейін жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз, сеткамыздың үстіне. Барлық жағын біркелкі қылып жағып шығамыз. Содан кейін 180 градусқа 30 минутқа қойып қоямыз. Вуаля, біздің пирогымыз дайын.